Президенттің күйеу баласы Рахат Әлиев пен қызы Дариға министр Алтынбек туралы теріс пікір туғызуға, беделін төмендетуге, оны күлкетуге тырысты. Есімізде хабар арнасында тапсырмамен 77 күн деген сайқымазақ бағдарлама ұйымдастырылып, онда Алтынбек Сәрсенбаевты Күмісбек Сейсенбаев деген деп атап, апта сайын шүйлігіп жатады. Бірақ олар қанша тырысқандарымен көздеген мақсаттарына жете алмады. Бұл кезеңде Алтынбек президент пен бақ құралдарын демократиялық бағытта дамыту, сайлау туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде пікір айтып, Рахат пен Дариғаның мысалында отбасы мүшелерінің саясатқа ықпалы күшейіп бара жатқанына алаңдаушылық білдірді. Әкесі тақта отырғанда балаларының саяси додаға түсуін дұрыс деп есептемеймін. Ол тақта отырған әкесінің саяси жағдайын қиындатудан басқа жақсылық әкелмейді деп көрсетті. Бірақ президент бұған құлақ асқан жоқ. Тіпті інісі Болат Назарбаев, қарындасы Әлипа Назарбаева, ертерек қайтыс болған бауыры Сатыбалдының баласы Қайрат, күйеу баласы Рахат, қызы Дариға ойларына келгенін істейтін болды. Елдегі саяси ахуал болса, қайта-қайта тығырыққа тіреліп жатты. Семья деген сөз биліктің жинақталған атауына айналды. Алтынбек Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі қызметінен өз еркімен кетіп, оппозиция ортасына келді. Ресейде елшілік қызметін өткізіп жатқан тұсында Алтынбек Жас Алаш газетіне берген сұхбатында министр деген саясатты қалыптастырушы және оған ықпал етуші адам. Елшіде өте биік лауазым. Егер министр болып отырып, елші болып жүріп, елдегі соңғы 3 жыл ішінде болған келеңсіз жайттарды болдырмау жолындағы әрекеттерімді жүзеге асыруға мұрсат бермей қойса, онда ол ортада жүрудің қажеті не? Маған саясатқа ықпал етуге мүмкіншілігімді пайдалана алатын ортаға келу керек болды.